Баршаңызға сәлем, сіздермен Оспан Диана, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сұлы жармасын дайындаймыз. Өте дәмді әрі таңғы асқа керемет ас. Ең алдымен сұлымызды дысымызға құйып дайындап аламыз. Үстінен қайнап тұрған жаңағы ыдысымызбен толтырып су құямыз. Жартылай тағы да су құйсаңыз болады. Енді бетін жауып қойып қоямыз. Арасында сәл араластырып қойсаңыз болады. Қайтадан бетін жауып қоямыз су тартылғанша. Мінекей біздің сұлымыз дайын, су тартылған. Енді үстіне жаңағы ыдысымызбен сүт құямыз. Тағы да жарты сүт құямыз. Орташа отқа қойып қайната бастаймыз. Сәл қайнағаннан кейін татымына қарай тұз, шекер саламыз. Баяу отта осылайынан қайнатып аламыз. Енді татымына қарай өзіңіз қалаған сары майды қоссаңыздар болады. Сары майымыз ерігенше тағы да отта қалдырамыз. Міне біздің сұлы жармасы ботқасы дайын. Өте дәмді әрі оп-оңай, уақытыңызды да алмайды, әрі пайдалы ас. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Басқа да видеоларымды қарап қолдап отырыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау, сәлеметте болыңыздар.